Жүсіп пайғамбар қиссасы. Зылиқаның түсі. Зылиқа Емен падишахының қызы еді. Елдің еркесі мен назы еді. 16-ға келгенінде қыздың жасы төгіліп тізесіне түсті шашы. Аршын төс, алтын иек, інжу басы. Бұраң бел, ерні ақық, көзі гаухар, қиылды қап-қара боп қиғаш-қасы. Жүзінен нұры төгіп, қаны тамған, тістері меруерттің тізген тасы. Басына құндыздан бөрік киді, тізеден қара шашты өріп түйді. Бірі күтіп, біреуі нөкер болып, соңынан мың канизак еріп жүрді. Өзі елден асқан ақылды, жұрттан озған білімді болды. Талай мырза перизатқа ғашық еді, бір көруге асық еді. Бірақ Зылиқаны көргенде тілі күрмеліп, жүзіне тура қарай алмай, маңайынан қашып еді. Зылиқа бір күні түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Маңдайы айдай, көзі жұлдыздай жарқырап, бір бекзат жігіт алтын тақтың үстінде шалқайып отыр екен. Басындағы алтын тәжі меруертпен, шапаны алтын жіптен, түймелері жақұт таспен бедерленіпті. Өзі әмір, ақылы кәміл, қарағылды қақ жарған әділ сұлтан дерсің. Бір көргеннен ғашық болды. Ханзаданы көруге асық болды. Түстің әсері өңінде көрген оқиғадай баурап өтті. Осылайша ғашықтық дертіне душар етті. Ұйқысы бұзылып, тамақ ішуден қалды. Дерті күннен күнге меңдеп, төсек тартып жатып қалды. Шайға түскен қанттай боп шөкті. Рең басы үзілген гүлдей солды. Оңашада өз-өзімен күбірлеп отыратын әдет шығарды. Ата-анасы қызының күйін көріп уайым жеді. Алыс жақындағы емші, тәуіп, бақсы, балгер, тамыршының бәрін жинады. Қызымның дертін кім жазып берсе, ат басындай алтын беремін деп жар салды. Бірақ дерттің дауасы табылмады. Арада бір жыл өтті. Зылиқа ғашығын түсінде тағы көрді. Бұл жолы жігіт қызға сөйледі. Сөйлегенде бүй деді. Ей періштеден пәк перизатым, неге мұнша зарықтың? Үмітсіз боп тарықтың, жүзің солып жабықтың. Нәркес гүлдей көркемең, ынтық жырды шертерем. Алуадай сөзіңмен жүрегімді өртерең. Мен де саған құштармын, қауышайық ертемен деп елжіреді. Аузын ашса, тілінен бал тамады екен. Тыңдаған жұрт үніне таң қалады екен. Зылиқа да тіл қатып, жүрегімен толғатып бүй деді. Ей, шыбын жанымнан артық ғашық жарым, қайғының мен айтайын іште барын. Ғашық оты жанымды күйдіріп барады. Жүрегім ақылыма көнбей қиғылық салады. Шерменде боп шергендім, нұрлы жүзіңді мен көрдім. Сарқылды барша амалым, сені қайдан табамын? Жөніңді айт, мағлұм ет, мен бейбаққа тағылым ет, деді зарығып. Жігіт, аштың-ау көңіл жарасын, өзіңді жүрек қаласын, ай мен күнге баласын. Егер мені іздесең, әзиз Мысридің үйінен қиындықпен ғана табасың, деді де ғайып болды. Зылиқа оянып кетті. Жүрегі әлі де дүрсілдеп соғып тұр екен. Ғашығының сөзі оған үміт сыйлады. Күн шуағын шашып, арайлап таң атқандай күй кешті. Көктемде райхан гүлі қайта бір жарды дерсің. Демде дертінен айығып, жүзі жадырап сала берді. Толған айдай толықсып, гүлдей жайнап шыға келді. Ғашығын анық қайдан табатынын білген соң, Рахман түсін бірінші анасына баяндады. Анасы әңгімені әкесіне жеткізді. Әкесі бар жағдайды білген соң, уәзірлерін жинап үлкен кеңес қылды. Кеңесте: «Уа, уәзірлерім, сауда мұраты ұту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету деген. Менің айдай сұлу әппақ қызым да бой жетіпті. Ұзататын уақыт жетті. Не ақыл айтасыңдар?» деді. Уәзірлері шетінен: «Жөн сөз, бой жеткен қызды беруге асық, қарызыңды қайтаруға асық» деген. Қыз қонақ
Қыз өссе өрісің кеңейді деген осы ғой. Теңі табылса тегін бер деген. Ең бастысы теңіне жолықса болғаны. Тұзды көп сақтама, су болады, қызды көп сақтама, күң болады деген. Биылдан қалмай ұзатылғаны дұрыс. Қызды 40 кісі айттырады, бұйырған біреу алады деп уәзірлері кезегімен ойын айтты. Патша қызын ұзатады деген гу-гу әңгіме желде есті. Бағын сынап талай елдің ханзадасы мен мырзасы, оғланы мен бағланы, жақсы мен жайсаңы Йеменге жиналды. Солардың арасында уәзір Әзиз Мысридің елшісі де бар еді. Әкесі, махаббатқа зорлық жүрмейді, қызым таңдауын өз айтсын деп кісі жіберіп сөз сұратады. Қызы, әкем разы болса, мені Әзиз Мысриға берсін деді. Әкесі келісті. Қыздың жасауын жасап, патшалық рәсіммен ұзатты. 1000 түйеге жүк артты. 1000 тұлпарға алтын, 1000 қашарға күміс артты. Қызметіне 1000 канизакты және қосты. 1000 сұлу қыз қасына тағы ерді. 1 айлық жолды жүріп өтіп, Зылиқа сән салтанатымен Мысырға да жетті. Келінді шашу шашып, Әзиздің сарайына түсірді. Ғашығыма қосылып, мұратыма жететін болдым деп, Зылиқа бақыттан бас айналды. Жүзінен нұр тамып, күндей балқыды. Бір уақытта бектермен бас уәзір кіріп келді. Зылиқа қараса, ері бөтен кісі екен. Сол сәтте аһ ұрып өкініштен бармағын шайнады. Күңі, уа жаһанның сұлуы, неге мұнша қайғырып жыладың? Бүгін қуанышты күнің емес пе, деді. Әзизім қайда, әзизім, осы жерден табасың деп еді ғой. Бас уәзір Әзиз Мысри тақта отыр. Әзиз сұлтаның осы емес пе? Деді күңі, әлі де ештеңенің байыбына жете алмай. Зылиқа есінен танды. Бір кезде есіне келіп, түсімде көрген ғашығым бұл емес, бұл жігіт маған лайық емес. Оның жүзі толған айдай нұрлы еді, тілі балдай шырын еді, көркіне ақылы, сымбатына мінезі сай ғажап жігіт еді. Не деген сормаңдай адам едім, деп күңіренді. Күңдері, сабыр етіңіз ханшайым, құр бекерге зарланып, Құдайға қарғанбаңыз. Сабыр түбі сары алтын. Махаббаттың осындай азабы болмаса, шайырлар оны жырға қосып жырлар ма еді? Тағдырға мойын сұнған пенде ғана шын бақытын қапысыз табады дегені қайда, деді. Зылиқа сонда барып түстің мәнін ұққандай болды. Мені қиындықпен табасың деген сөзді көңіліне медет қылып, тағдырына көнді. Алайда бұл сырды ешкімге ашпады. Осылайша 7 жылды қан жылаумен түсіндегі бекзат ғашығын зарығып күтумен өткізді. Бір күні Мәлік аспандағы айды әкепті деген хабар ел ішінде дүңк етті. Сол кезде Зылиқаның да жүрегі бүлк етті. Мұны жақсылыққа ырымдап, құлды көрмекке бел байлады. Құл базардағы сауда. Уа Мысыр жұрты, аспандағы айды сатамын, байлығы жеткен адам алсын деп Мәлік жар салды. Мысырдың ығайы мен сығайы, мырзасы мен байы, манабы мен шонжары алтындарын арқалап Мәліктің үйіне ағылды. Патша сарайындағы ұлық бек нояндар да сандықтағы қисапсыз қазынасын шығарды. Мәлік 4 қабырғасын шынымен қаптатып, Жүсіпке жеке сарай салдырған еді. Жиылған жұрт сарайды айнала қоршап тамашалады. Олардың арасында Әзиз Мысри мен Зылиқа да бар еді. Тас қараңғы түнде толған әдем айдай болып алтын тақта Жүсіп отыр екен. Жүсіпті көрген бойда Зылиқаның жүрегі лүпілдеп, тұла бойы шымырлап кетті. Түсімде көрген ғашығымды, зарығып күткен асылымды таптым-ау ақыры, деді ақырын күбірлеп. Әзиз Мысриға, мына құлды сатып алайық, қанша сұраса сонша бер, мен үшін ештеңені аяма, деді. Әзиз Зылиқаны шын сүйетін, оның тілеуін екетпейтін. Ол, менің де алғымақ кеп тұр, бірақ байлығым жетеме деп уайым етем. Алушы көп екен, құны қай шекке барып тоқтарын ешкім айта алмас, деді қамығып.
Жетпесе әкемнен сұратайын, деді Зылиқа, махаббаттан қос жанары тұманданып. Әзиз амалсыз келісті. Алушылар түгел жиналған соң Жүсіптің саудасы басталды. Мәлік орнынан тұрды да: «Уа жарандар, жараңдар, бәрің бері қараңдар. Бүгін Жүсіп атты құлымды сатамын. Құдай берсе, қисапсыз байлыққа батамын. Оның өнері мен әлпетінің кемелін қара сөзбен емес, өлеңмен жырласам ғана тілімнің тиегі ағытылар», деп тақпақтап кетті. Жүсіп деген айрықша бір құлым бар. Құнына дүниенің байлығы мен қазынасы жетпес пұлым бар. Сатып алғыларың келсе, бақты сынап талап қылыңдар. Сауда адал өтсін деген даналардың бізге қалдырған өсиеті бар. Бұл құлымның мынадай 10 түрлі керемет қасиеті бар. Әуелі көздері теңіздің ғажайып дүр гауһарын орнатқан шырақ сияқты. Тұрқына қарасаң, адам емес, аспанда самғайтын мінсіз бір пырақ сияқты. Бойы биік, тұлғасы тау тұрпатты, бәдені бар сәмбі талдай сымбатты. Жанарына қарасаң, көкірегіңе құяды ұлы құпия мен жұмбақты. Екінші, жүзіне Құдайым бүкіл нұрдың асылын құя салғандай. Дүниедегі барлық көрік, әсемдік пен сұлулық келбетіне ұя салғандай. Үшінші, білімі мен ғылымы да ажарына сай боп тұр. Жас болса да ақылы асып, 70 тілде сайрап тұр. Сөйлеп кетсе, елжіреп тұла бойың балқиды. Шырынды, жұмсақ сөзінен көңілің тасып шалқиды. Әр лебізінен тылсым бір құдіреттің лебі аңқиды. Төртінші, қайғыға батқан пендеге, азапта жатқан әмбеге шапағатты. Өзінен жәрдем сұраған, дәрмен тілеген жандарға шарапатты. Бесінші, қайсар жүрегі қорқуды білмейді. Жер қайысқан қол келсе де абыржып үрейге кірмейді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, қаһармандай жарақты. Қаһарланса тамырмен жұлып алар дарақты. Алтыншы, әр білегінде 40 кісінің қуаты бар. Тәніне хақтың құйған сарқылмас суаты бар. Палуан болып топқа кірсе бәрінде жайпап шығады. 10 000 әскер келсе де көкті сүзген тас түлектей жайқап шығады. Жетінші, діні таза, диянатты. Кісі баласына қылмаған еш қиянатты. Бір Құдайға иман келтірген, ділінен рухтың таңғажайып әуезі шертілген. Қиссалар мен тәмсілдерді толғағанда хан сарқыты сарыбал ішкендей тамсанасың. Кәламның құдіретіне көңілің еріп, жүмілә ғаламға жар саласың. Сегізінші, аманатқа мүлдем қиянат қылмаған. Айла мен амал ойлап, ешкімнің жолына тор құрмаған. Тоғызыншы, пайғамбарлар нәсілінен, адамзаттың асылынан. Оныншы, мінезі мен пейілі өте көркем. Қай жерде өмір сүрсе, сол жер өркендеп, жайнап шыға келер өлкең. Мұндай тамаша жаннан айырылып, өкініп қалмаңдар ертең, деді сөзін аяқтап. Мұндай сипат пен мақтауды естіген кезде ешкім шыдап тұра алмады. Әзиз: «Әй Мәлік, созбақтамай құнын айт, қанша сұрайсың?» деді. Мәлік үлкен таразыны алып келді де бір шетіне Жүсіпті отырғызды. Сосын жүмілә жұртқа қарап: «Уа халайық, тараздың екінші басына мына құлдың салмағындай алтын берсеңдер болды», деді. Кезектің алдында тұрған бір жесір қатын: «Мен алам», деді де алтын салған қапшықтарын мықшыңдап таси бастады. Артта тұрған бай шонжарлар: «Әй Мәлік, бұл не, бізді мазақ қылғаның ба?» деп шулап кетті. Жұрт дүрлігіп үлгермеді. 2 пұт алтын таразының бір басына қойылды. Бәрі кетті-ау, Жүсіп кетті-ау сатылып, деп бармақтарын шайнай бастаған еді. Бірақ таразы былқ етпеді. Жүсіптің таразысы нық қозғалмай тұра берді. Жесір қатын таң қалды. Малайларына қарап: «Не қып тұрсыңдар? Тасыңдар ана 6 қап алтынды», деп айғай салды. Сәл кешіксем Жүсіпті басқа біреу сатып алар деп зәресі ұшып тұрды.
6 қап алтын және келді. Бұл жолы да еш өзгеріс болмады. Саудагер қатын сасайын деді. Қоймадағы 10 қап алтынды және әкеп қойғызды. Түк те өзгермеді. Мына кереметке бүкіл базар қайран қалды. Мәлік өзі де түк түсінбей аузы ашылып қарап қапты. Ашуланған қатын «Тіфу» деп жерге бір түкірді де қолын бір сілтеп кетіп қалды. Осылайша сауда кезегі айнала бастады. Мысырдың шұбар төс шонжарлары бүкіл байлығын әкеп таразыға қойғызды. Жүсіп сол күйі қимылдамады. Сандық алтын мен қап-қап күміс тау боп үйілді. Жарты күнде бітеді деген сауда бірнеше аптаға созылып, ақырында Әзизге де кезек келді-ау. Ол патша болмаса да, басқа елдің хандарынан артық тұрмаса, кем тұрмайтын бас уәзір болатын. Мына кереметті көрген соң, ол қайын атасынан көмек сұрады. Зылиқаның әкесі 1000 түйеге артылған гауһар мен інжу тастарды жіберді. Әзиздің құлдары таразының екінші басына мұнша байлықты 3 күн, 3 түн бойына тоқтаусыз тасумен болды. Сонда да Жүсіптен ауыр тартпады. Әзиз де Жүсіпті алудан күдерін үзіп, кері кетуге айналды. Сол сәтте Зылиқа шошып кетіп, таразының жанына қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды. Далбасалап таразының бір басын өзі басты. Ол әрекеті тіпті күлкілі көрінді. Ел қыран топан күлкіге қарық болды. Сол кезде Зылиқа ғашықтықтан жылап жіберді. Көзінен домалаған махаббаттың бір тамшысы таразы басына тамып түсті. Сол кезде ғана бір айдан бері былқ етпеген таразының Жүсіп жақ басы жерден бір қарыс көтерілді. Мұны көріп жұрт шу ете қалды. Зылиқаның өзі де таң қалды. Үміт оты жарқ етті. Бірақ одан әрі көтерілмей таразы қатты да қалды. Сол кезде Әзиз де шыдап тұрмады. Ол: «Әй Мәлік, біздің байлық бір қарыс болсын көтерді ғой, жігітке жомарттық жарасады деген, бер енді Жүсіпті маған», деді алқынып. Мәлік Жүсіпке қарады. «Жүсіп, кеше маған Тәңірдің хикметін үйрет деп едің, міне саған нағыз сабақ, енді қалғанын сыйға бер. Сөйт те бір Алланың жомарттық мінезін өз бойыңа жұқтыр, мырзалықты жаратушы иеңнен үйрен», деді. Бұл Мәлікке мықты сабақ болды. Бұрындары саудаға қатты болатын. 1 теңге үшін тартысып саудаласып, ерегісіп таң атқанша тұра беретін. Бірақ даңғойланып мағынасыз қызыққа мал шашқанда алдына жан салмайтын. Бүгін өмірінде бірінші рет мырзалық қылды. Ол: «Жарайды, дегенің болсын. Өзің де көріп тұрсың, құлдың құны жоқ. Бірақ жетпеген ақысын бір Құдайдың ризалығы үшін саған тегін сыйладым», деді. Осылайша саудада аяқталды. Мәліктің көкірегі де кеңіп сала берді. Бүкіл Мысыр халқы 1 ай бойына аузын жаппай осы оқиғаны айтып жүрді.